Түркістанға Венгрия мемлекетінен делегация келді. Оларды Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды арнайы қабылдап, келіссөз жүргізді. Әріптестік орнатуға жобаларға қолдау көрсетуге дайын, әрі жаңа жұмыс орындарын көбейтуге мүдделі екендігін жеткізді. Кездесуде облыс әкімі өңір тұрғындарының 80%-нан астамы ауылдарда тұратынын айтып, ауыл шаруашылығы саласы басым бағыттардың бірі екенін атап өтті. Венгрияның үздік тәжірибелерін айналымға енгізуге, әріптестік орнатуға дайынбыз деді. Венгрияның Алматыдағы бас консулы Саболч Карой Сьоке екі мемлекет арасындағы достық және экономикалық байланыс өте жоғары деңгейде екенін айта келе, Венгрия инвесторларын Қазақстанға шақыруға көмек көрсетуге дайын екенін айтты. Ал UBM Group компаниясының бас директоры Хорват Петер жылы қарсы алған өңір басшысына алғысын білдірді. Түркістан облысы аумағына заманауи үлгідегі құрама жем зауытын салуды жоспарлап отырғанын айтты. Бұл ауыл шаруашылығының дамуына серпін береді. Жаңа жұмыс орындары ашылады деді Венгрия инвесторы. Айта кетейік, 1996 жылы құрылған UBM Group компаниялар желісі Венгриядағы жетекші жем өндіруші. Жылына 450 мың тонна өнім шығарады. 4 құрама жем зауыты бар. Венгриядағы өсімдік шаруашылығы өнімдерінің ең ірі трейдерлерінің бірі. Астық майлы дақылдар саудасының айналымы жылына 1,5 миллион тонна, өнімдерін 15 елге экспорттайды. Алдағы уақытта Венгрия инвесторы Түркістан облысы аумағынан құрама жем зауытының құрылысын бастайды. Осы бағытта жұмыстар жүргізіледі. Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметінің көмегімен Әсем Жұмалиева, Гүлмира Саржанова, ақпарат, Түркістан қаласы.